Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымызды жақсы көңіл күймен бастау үшін миға шабуыл жасап алайық. Балалар, суреттен нені көріп тұрсыңдар? Жақсы. Тәуелсіздік монументі, мәңгілік ел қақпасы, бәйтерек монументі, елтаңба және ту. Барлық суреттерге ортақ қандай тақырып болуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар. Бұлардың барлығы еліміздің нышандары. Демек, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің елімнің нышандары деп аталады екен. Жақсы, ары қарай біздің мақсатымыз не болды екен? Бәріміз бірге қояйық. Сабағымыздың мақсаты Қазақстанның бейресми рәміздерінің мәнін түсінеді. Алтын адам, бәйтерек монументі, мәңгілік ел қақпасы туралы білесін боласыңдар. Ал сабақтың негізгі оқу мақсаты Қазақстанның бейресми рәміздерінің мәнін түсіндіру. Алтын адам, бәйтерек монументі, мәңгілік ел қақпасы. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтінмен жұмыс жасамас бұрын түртіп алу әдісі арқылы нышанның не екенін біліп алайық. Нышан дегеніміз белгілі бір ұғымның, идеяның немесе құбылыстың шартты белгілері. Нышан екі түрге бөлінеді: ресми және ресми емес. Қазақстан Республикасының нышандарына мемлекеттік нышандар жатады. Олар ту, елтаңба, гимн. Мемлекеттік нышандар мемлекеттің ата заңында бекітілген айрым белгілері. Мемлекеттік рәміздерден басқа әрбір елдің ресми емес ұлттық нышандары, яғни символдары бар. Олар елдің тарихымен, мәдениетімен, табиғатымен байланысты болады. Балалар, енді айтыңдаршы, суретте киіз үйдің қандай бөлігі бейнеленген? Жарайсыңдар, шаңырақ. Олай болса, шаңырақ қазақ халқы үшін үйдің, ошақтың, отбасының нышаны. Шаңырақ еліміздің ресми символдарының бірі елтаңбада бейнеленген екен балалар. Ал енді халық көп жиналатын жерлерде еліміз үшін маңызды ресми емес нышандары бар нысандар орнатылады. Бұл халықтың еліне деген мақтаныш сезімін ояту үшін қажет. Мына шаңырақ бейнелері Ақтөбе қаласының орталық алаңындағы шаңырақ. Балалар, Нұр-Сұлтан қаласының елтаңбасында қандай ресми емес нышандар бейнеленген? Қараңдаршы суретке. Жарайсыңдар. Нұр-Сұлтан қаласының елтаңбасында бәйтерек, шаңырақ, ою, көк аспанның түсі бейнеленген екен. Бәйтерек монументі ертедегі ата-бабаларымыздың дүниетанымын көрсетеді. Бәйтерек сөзі өмір ағашы деген мағынаны білдіреді. Нұр-Сұлтан қаласындағы салтанат қақпасы неліктен мәңгілік ел деп аталады? Жарайсыңдар. Ол мәңгілік ел болу ата-бабамыздың мыңдаған жылдан бергі арманы. Ол арман орындалды. Басқа елдермен тең қатынас құратын, әлем картасын ойып тұрып орын алатын егемен мемлекет болдық. Сонымен қатар бейресми нышанның бірі алтын адам. Алтын адам ежелгі сақ жауынгерінің көшірмесі. Ол Алматыдағы тәуелсіздік монументін жасауға арқау болды. Алтын адам елін, жерін аянбай қорғаған ата-бабамыздың айбынды ерлігінің белгісі. Мүсіншілер қазақтың асқақ жауынгерлік рухын кейінгі ұрпаққа осылайша көрсетіп, үлгі етуді көздеген. Алтын адам
Қазақстанның ресми емес ұлттық нышандарының бірі болып саналады. Ал сонымен қатар бейбітшілік және келісім сарайы, Қыран-құс, алма бұлар да бейресми нышандарға жатады екен. Бейбітшілік және келісім сарайы Қазақстан жеріндегі бірлік пен достықтың, бейбітшілік пен ынтымақтастықтың нышаны. Ал Қыран-құс болса қазақ елінің мақтанышы. Ол мемлекеттің күшін, оның еркіндікке, биік мақсатқа ұмтылуын және тұрақтылыққа деген талпынысын білдіреді. Дала қыраны мемлекеттік туда бейнеленген. Алматы қаласының атауы алма сөзінен шыққан. Дәл осы жерде аты әлемге танылған апорт алмасы өседі. Сол себепті алма жемісі Алматы қаласының нышаны болып саналады. Ал балалар, жеке жұмыс жүргізейік. Жеке жұмыс борт журналы әдісі арқылы өтеді. Кестеде сұрақтар берілген. Маған не белгілі? Мен не білемін? Мәтіннен қандай жаңалық туралы білдім? Осы сұрақтарға астына жауап жазамыз. Дескрипторы қажетті ақпараттарды саралап көрсетесіңдер, мәтін бойынша ақпаратпен бөлісесіңдер. Ал өз-өзімізді бағалауға бір ауыз сөз әдісін қолданамыз. Ұнады, пайдалы, қажет, білдім, үйрендім, қызықтым, ұмтылдым және есте сақтадым деген сөздер арқылы өз-өздеріңді бағалайсыңдар. Жазып болсақ, жауабын тексерейік. Жарайсыңдар, сендердің де жауаптарың осындай болды деп ойлаймын. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Көрсетілген нышандардың атауларын бөліп жазайық. Ішіне сыртына әдісі арқылы. Ішіне ресми нышандарды, сыртына бейресми нышандарды жазайық. Яғни дескрипторына ресми нышандардың ерекшелігін білетін боласыңдар, ресми емес нышандарды ажырата алатын боласыңдар. Жақсы, жазып болсақ, сыртына жусан, жылқы, бәйтерек, тәуелсіздік монументі, мәңгілік ел қақпасы, домбыра, ал ішіне ту, елтаңба деп жазды деп сендерді ойлаймын. Келесі тапсырма сызбаны аяқта әдісі арқылы жүреді. Яғни ресми емес нышандарын анықтап жазамыз. Дескрипторы ресми емес нышандарын анықтайсыңдар, ресми емес нышандардың атауын жазасыңдар. Жазып болсақ, жауабын тексерейік. Сендердің де жауаптарың менің жауабыммен сәйкес келеді деп ойлаймын. Олай болса, сабағымызға кері байланыс жүргізейік. Желкенді кеме әдісі арқылы. Егер тапсырма сендерге ұнаса, желкенді жасыл түске бояңдар. Егер сабақ белгілі бір қиындықта кездестірген болсаң, желкенді сары түске бояйсың. Егер саған сабақ барысында тапсырмалар орындау қиын болса, сен онда желкенді қызыл түске бояйсың. Бояп болсақ, балалар, осымен сабағымыз біздің аяқталды. Қош, сау болыңдар, балалар.